Сәлем балалар, бүгін 30-шы сабақ. Бүгінгі сабақта біз килограмм деген массаны өлшем бірлігімен танысамыз. Ендеше суретке қарайық. Әлия мен Сырым алма жинады, балалардың қайсысы көп, қайсысы аз жинады дейді. Мына үстелдің үстінде таразылар тұр. Сол таразыға кезек-кезек өлшейміз. Кімнің жағындай жинағаны көп болады, соның салмағы көп. Қайсы алманы аз жинады, соның салмағы аз болады. Енді мына суретке қарасақ, Әлияның шелегі кішкентай, Сырымның себеті үлкен екен. Көзбен қарабақ, Сырым көп алма жинағанын білуге болады. Мына қараңыз, мына жақта алма көп, мына жақта аз екен. Демек, Сырым алма көп жинады. Бірақ нақты кімнің қанша килограмм жинағанын осы таразыға қойып біле аламыз. Енді қараңдар, масса бұл шама. Килограмм массаның өлшем бірлігі. Мынау тұрған, мысалы, мынау қауын тұр, мына 1 килограммдық тас тұр. Екеуін екі жер таразының екі жағына қоямыз. Егер мінекей мына жерлері бірдей болып тұрса, демек мына қауынның килограммы 1 килограмм деген сөз. Егер де қауын жоғарыда тұрады, мынау тас төменге қарай түсіп тұрса, демек 1 килограммнан салмағы аз деген сөз. Дәл сол сияқты мына жерде ұнды және тасты қойып қойған екеуі, мына жері бірдей. Демек, мына ұнның салмағы 1 килограмм. Егер де ұн төменге қарай түсіп тұрса, мына тас жоғары қарай көтеріліп тұрса, демек ұнның салмағы 1 килограммнан көп деген сөз. Бірақ дәл суретте мына ұнның да, қауынның да салмағы 1 килограмм. Мынау астымызда тұрған бұл таразылар. Қазір сен мұндай құралдарды қайдан көрдің? Қазіргі кезде электронды таразыларды пайдаланады. Электронды таразы, мына суретте мынау және мына екеу электронды таразы. Мыналар электронды емес, бұны қолмен өлшейді. Яғни мына таразыда бір жағына тас қояды, мына жақта да сондай бір жақтарына зат, бір жақтарына тас қояды. Ал мына ілгешекке қарай пакетке салып, біздің көп үйлерде болушы еді ғой, аналарымызда. Сондай өлшейтін құралдар. Бұның барлығы таразы. Екінші тапсырма, массаларды салыстыр. 3 килограмм үлкен бе, әлде 5 килограмм үлкен бе? Әрине 5 килограмм үлкен. 10 килограмм мен 7 килограммды салыстырсақ, 10 килограмм үлкен. 10 килограмм мен 10 килограммды салыстырсақ, екеуі тең. 10 килограмм мен 8 килограммды салыстырсақ, 10 килограмм үлкен. 7 килограмм мен 5 килограмм салыстырсақ, 7 килограмм үлкен. Үшінші тапсырма, заттардың суретін массалардың өсу ретіне қарай геометриялық фигуралардың көмегімен сал дейді. Енді бізде астында геометриялық фигураларды көрсетіп қойған. Енді біз салмағын өсу ретімен жазамыз да, астына қандай геометриялық фигура сай, соны да жазып қоямыз. Бірінші бізде 2 килограмм. Өсу ретімен жазайық. Бірінші 2 килограмм жазамыз, содан кейін 3 килограмм қарбыз, 3 килограммнан кейін себеттегі алма 4 килограмм, одан кейін 5 килограмм апельсин, одан кейін 6 килограмм қияр, одан кейін 8 килограмм қызанақ және 10 килограмм картоп. Осылай жазып қоямыз. Төртінші тапсырма, тез есепте. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-тен 1-ді азайтсақ 2, 2-ден 1-ді азайтсақ 1, 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 2-ге 2-ні қоссақ 4, 4-ге 1-ді қоссақ 5. Мінекей бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Рахмет.